Гүлденген әлем, бәріңе сәлем, достарым, қалайсыздар? Мені күтіп қалдыңыздар ма? Көктемнің мерекесімен құттықтаймын баршаңызды. Сегізінші наурызбен құтты болсын. Ал бізде бүгінгі пайдалы ақпарат айдары болады. Бүгінгі видео қарап тамашалаңыздар болады. Осындай нот алдық, нұқат деп те атайды. Бұның екінші аты нот деп те атайды. Осының барлығын емес, құттай жасап көреміз біріншіден. Блинцада көріп едім жалпы. Бұл нұқат, білмейтін адамдар болса енді таныстыра кетейін. Білетіндер сірә қарап отырыңыздар сіздерде. Бұл нұқат өте пайдалы нот, дәнді дақыл болып келеді. Бұның құрамы жалпы ақуыз, майсыз талшықтар бар бұның құрамында. Сонымен қатар дүние жүзінің 30 елдерінде өседі екен. Үндістан, Қытай, Пәкістан, Мексика, Америка деген сияқты басқа елдерде. Бұның құрамында ноттың өте пайдалы болып келеді. Мырыш, фолий қышқылы, амин қышқылы, В1, В6 осындай витаминдер бар екен құрамында. Ал міне сонымен осыны жасап көрсеңіздер болады. Бұл жалпы ноттан салатқа қосуға болады, сорпаға қосуға болады. Жалпы осылай да жеуге болады екен. Сонымен қатар нанды да жасауға болады. Диета ұстап жүрген адамдар нан пісіруге болады ноттан. Қазір осы инстадан көрген болатын. Мен осыны жасап көрейін деп жатырмын. Суға ашып, жуып, суға кешке қарай қоямыз. Мен ұйықтайын деп жатқан кезде міне ондарда, тоғыздарда осылай су толтырып, крышкасын жауып, ыдысқа қойдым. Келесі күні осылай қойып қоямыз. Келесі күні таңертең қараймыз, ол не істейді? Үлкейеді. Әрине, үлкейеді, міне күріш құсап. Айтпақшы достар, нотты пайдалы болса, вообще күшті болады. Тамаққа да қосып та. Мә, достар, қараңыздар, міне мынау келесі таңертең ғой, енді сап-сары болып, нотымыз деген үлкейіп, кәдімгідей суда бір түн болып, күшті болып үлкейген ғой. Міне суға салсаңыздар, кәдімгі мынандай болып көтеріледі. Сап-сары болып, күшті болып тұр екен. Ой. Суын төгейміз қазір. Соламыз міне бұлай. Салдым құттай. Достар, қызыл бұрыштың орнына негізі паприка салу керек екен. Ал менде паприка қалған екен, сондықтан сәл тек қызыл бұрыш көп емес, аз ғана саламыз. Өйткені ащы болып кетпеу керек. Достар, мына орегано деген зелень укроптың бір түрі пайдалы шөп болып табылады. Салатқа бәріне қосыла береді. Міне осыны да қостым. Кашиға қосып жүргенім сармайым бар. Осыдан құйып жібереміз қазір. Осы майдан құямыз. Жейін екен, енді көреміз. Наны міне салатын боламын.
кешкі сатын боламын. Алыстан мынандай болып күшті шығады енді. Мә, исінай. Пышт, исі кәдімгі. Білмес бір күшті ис шығып тұр. Ой, көзімді күшті. Тұз аз болса бітті сөз жүріп өтті. Көреміз балдарымыз жейді ме екен. Оны кішкентай ауыз істеп көрейін. Ал қараймыз күшті. Дәм күшті ме? Жақсы ғой да? Күшті ғой міне тұзды бар. Күшті. Пісір нәрмен болады сонда. Пісіріп тұрмын ғой, пісіргем ғой. Жатты ма? Жоқ па, үйін күдесін күшті да? Да? Я болады. Болады. Әбду, қарында кел. Әбду. Қой күшті, кепсі сияқты. Дәмін айт кел. Күшті да? Ішіндегі картошка ма? Картошка. Күшті картошка ғой. Нот деген. Ауа жерге түсірме күшті да? Еп кеттің ба? На, ұстай, вообще күшті ет жаңа. Қой күшті әне, тұз салды өзіне. Дәсседен қара жеп қара, қандай өпті. Дәм күшті ме? İçinde kартошка. Нормально ма? Күшті да? İçinde kартошка. Жатсың ба? Ас болсын, болды ма? Мұны алса болды. Кішкене жегеннен кейін тәтті болды да? Лайк, достар не істейді? Лайк бастырыңыз. Осындай жасақ көріп тәтті болып шығады. Рахмет. Сіз қодыстар тіркелеміз. Және жасап көреміз де. Тәттіке.